Бәріне сәлем, сіздермен Easy Медицина каналы. Бүгінгі талқыланатын тақырып үсік шалу. Қыс мезгілінде сыртқы ортаның температурасының төмендеуіне байланысты адамдардың арасында үсік шалу көптеп кездеседі. Соған орай бүгінгі видеода біз үсіктің дамуын, оның кезеңдерін, клиникалық көріністерін, алғашқы көмекті және емін қарастыратын боламыз. Жалпы үсік шалу ол бізде терінің немесе терең орналасқан тіндердің суықтық факторларының әсерінен шектелген түрдегі жарақаттары болып табылады. Үсік шалған кезде суықтық факторлар әсерінен біршама уақыттан кейін бізде тіндердің өлеттенуі пайда бола бастайды. Суыққа қарсы жарақаттанушының денесінде нервтік, рефлекторлық, гуморальдық, иммундық, эндокриндік реакциялар дами бастайды. Соның салдарынан бізде қан тамырларындағы суықтық әсерге қарсылық ретінде жиырылу пайда болады, яғни біріншілік спазм пайда болады. Бірнеше уақыт өткеннен кейін микроциркуляторлық жүйеде қан тамырлары кеңейіп, теріде уақытша гиперемия пайда бола бастайды. Егер суықтық факторлар әрі қарай дами бастаса, онда бізде қан тамырларында екіншілік спазм дамиды. Қан тамырлары ұзын болған сайын оның дистальды бөлігінде спазм пайда болады. Саусақтар мен башпайларда қан айналымы тез арада үлкен дәрежеде бұзыла бастайды. Қан тамырларының өзектері кішірейіп, қанның жылылығы төмендеп, қан тамырларында мұздың микробөліктері дами бастайды. Соның нәтижесінде қан айналымы тоқтап, қан қата бастайды. Келесі бізде классификациясы бойынша үсікте алғашқы дамуы бойынша реактивке дейінгі кезең болады. Ол кезде бізде суық әсер еткен аймақта парестезия, яғни құмырсқалар жүргенде тітіркену сезімдері пайда бола бастайды. Ұйып қалу, ауыру сезімі байқала бастайды. Тері бозарған, көкшіл түске енген, сезімталдығы төмендеген болады. Келесі реактивті кезеңде дене жылынады, қан айналымы бұрын қалпына келе бастайды. Осы уақытта бізде шаншу, күйіп бара жатқандай болу, қышу, ауыру сезімдері пайда бола бастайды. Тері бізде қызарады, тіндерде ісік дами бастайды. Ал дәрежелеріне байланысты бізде 4 дәрежесі ажыратылады. Оның ішінде бірінші дәрежесінде науқасты жылытқаннан кейін күйіп бара жатқандай болып, адам төзгісіз ауру сезімі пайда болады. Терінің ісігі шамалы, тері жылып, бозғылттығы гиперемияға ауысады, сезгіштік пен қозғалу қабілеті сақталған болады. Үсіктің екінші дәрежесінде теріде қышу, күйіп бара жатқандай болу, тіндердің қатаюы, мөлдір сұйықтыққа толы көпіршіктер пайда бола бастайды. Ісіну жарақаттанған аймақтың шекарасынан сыртқа шыға бастайды. Үшінші дәрежесінде күшті және ұзаққа созылған ауру сезімдер болады. Төменгі жылулықта ұзақ уақыт әсер еткенде пайда бола бастайды. Тері күрең, көшкіл түске енеді, суық болады. Көпіршіктер кей кездері ғана пайда болады. Барлық сезімталдықтар жоғалған болады. Ал үсіктің 4-ші дәрежесінде тері бозғылттанып, көгеріп, сезімталдық жоғалады. Аяқтары немесе қолдары суық болады. Геморрагиялық сұйықтықтары бар көпіршіктер пайда болуы мүмкін. Айқын түрде ісіну білінеді. Біршама уақыттан кейін демаркациялық жолақ пайда болады. Келесі бізде алғашқы көмек. Үсік шалу бізде көбіне далалы аймақтарда болғандықтан скалолаз және альпинизм халықаралық федерациясының анықтамасы бойынша көмек көрсетуді қарастырайық. Бірінші кезекте зардап шегушіні кездестірген кезде оның денесін жабу керекпіз. Аяқ киімін шешу, қолғап шұлықтарын ауыстыру керек. 10 минутқа дейінгі аралықта аяқ қолды қыздыру, аяқ киімін ауыстыру, жаңадан аяқ киім кигізу. Кіші тамырларда тромб түзілуінің алдын алу мақсатында аспирин беріледі. Оның дозасы 500-ден 1000 мг дейінгі аралықта. Және де жылы тәтті сусын беру. Жылынғаннан кейін өздігінен жүруге болмайды. Яғни ол екіншілік бізде үсіктің дамуына әкелуі мүмкін. Қолмен ештеңені ұстауға болмайды. Және көпіршіктерді жармау керек. Егер жарылса, онда ол жерде бізде қабынулық процестер жүру мүмкін. Сол себепті ол жерді өңдеп, антибиотиктер қабылдау керек. Келесі бізде консервативті және оперативті ем жүргізу әдістері. Консервативті емде, яғни бізде бірінші негізгі көрсетілетін шаралар қан айналысын қалпына келтіру, жарақатқа жергілікті ем жүргізу, жұқпалық асқынулардың алдын алу. Яғни біз алғашқыда магистральды қан тамырларына әсер ету, ол жерге жылытылған инфузиялық препараттарды, вазодилаторларды, гепарин, антибиотиктер, реополиглюкиндерді енгізу.
соған байланысты алдымен өзекті үлкен, содан кейін орташа, содан кейін кіші қан тамырлары бұрынғы қалпына келе бастайды. Қоршаған тіндерде эндотелий арқылы жылыну үдерісі басталады. Оперативті емдер ол некротомия 3 тәулікке дейін жүргізіледі. Некроэктомия ерте және кейінге қалдырылған түрлері кездеседі. Ертеде алғашқы тәуліктерде, кейінге қалдырылған жарақаттан соң 15-20 күннен кейін жүргізіледі. Аяқ және қолға ампутация. Демаркациялық жолақтың жоғарғы жағынан жасалынады. Және де көрсеткішіне байланысты бізде дермопластика жүргізіледі. Бүгінге осы үсік жайлы жалпы түсінік берілді деп ойлаймын. Видео ұнаған болса каналға жазылып, лайк басып, комментарий қабылдауларыңызға болады.